көңіренті бөліңдеді. Астымыда ақ тоз адам сылаң қағып, жалтақтап қолақтарын елеңдетіп. Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазға жобарын. Ақ оң сүмбіл шаш, тәттай сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Тәттай сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салдым салып еске, жаяуладым, ырғалтып шырқап толғап баяуладым. Толқындай мың құбылған әлімдесті, тыңдарсың кірпік қақпай ояу жатып. Озат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жопарын. Ақ оң сүмбіл шаш, тәттай сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Тәттай сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Маужырап төсегіңде керілмесін. Ақырын үйден шығар уәделі, жеріңе келуге сен ерінбесін. Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жопарын. Ақ оң сүмбіл шаш, тәттай сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ақ оң сүмбіл шаш, тәттай сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Рахмет, мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті қонақтар, құрметті көрермендер, білесіздер, бұл Жүзімдік ауылынан не бір ақын сазгер, не бір әншілер, не бір өнер майталмандары дүниеге келген. Бүгінде болса арнайы өзімнің ауылының мерекесімен құттықтайын деп, біздің өнердегі ағамыз, Құттыбектай ағамызды ортаға шақырып, өнерімен бүгінгі құттықтап елді. Отырған ақсақалдарымызға өзінің арнайы тілегін берсе дейміз. Құттыбек ағамыз, осы ауылдың тумасы. Қошеметтеп қояйық. Әуелі Алла қала берсе, ассаламағалейкум. Бүгінгі осы елдің барша тұрғындары тереңінен той жайында толғаса, біреу үшін мансап емес қолдаса, қай ауылда болар еді қасиет, қазыналы қариясы болмаса, ағайын ынтымақтан бүлінбе, той болған соң бір шаттанып күлімде. Нар тұлғалы ағалар бар бұл елде,
ел ақсақалы атанып жүр. Бүгінде десе, бүгінгі қазағымның, мұсылманның төл мерекесі, Наурыз мерекесіменен қатар келіп отырған жүзімдік елді мекенінің 50 жылдық тойы құтты болсын ағайын. Ал енді ағайын 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан десе, сол кездегі балапан бүгіндегі ер жігіт, ер азамат. Сол кездегі жас келін қыз бала бүгіндегі ақ жаулықты ана. Сол кездегі ер азаматтар бүгінде ақ батасын беріп жүрген елдің адуынды ақсақалдары. Ендеше ағайын, адам адамға аманат, дидар көрісу ғанибет десе, бүгін осындай елге елім десін, ер болмаса ерім дейтін ел қайдан болсын десе,